Баршаңызға сәлем. Бүгін үй жағдайында духовкада салями колбасасын дайындайтын боламыз. Жасалу жолы қиын емес. Ал ендеше кеттік. Ең алдымен 500 грамм фаршымызды өлшеп аламыз. Сол фаршымыздың температурасын өлшейміз. Фарштың температурасы плюс 11 градустан аспауы қажет. Егер де плюс 11 градустан асып кетсе, еттің өзіне қажетті нәруыздары шығып кетеді. Енді осы фаршымызға нитритная сольді саламыз, ас тұзымызды саламыз және салями колбасасына қажетті специямызды, яғни приправымызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді жақсылап араластырып болғаннан кейін осы фаршымызды 12 сағатқа маринадтауға қоямыз. Сол кезде нитритная соль осы фарштың құрамындағы бактерияларды өлтіріп, еттің түсіне қызыл анық түс береді. Ал енді 12 сағат өткеннен кейін салями колбасасына қажетті қалташаны алып, дәл осылай мясорубканың көмегімен етімізді өткіземіз. Ауа қалып кетпеуі қажет. Осылай мінекей асықпай етімізді өткіземіз. Енді дайын болған колбасамызды екі жағынан мықтап байлаймыз. Артық қалташаны кесіп тастаймыз. Осы дайын болған колбасамызды қызып тұрған пеште 80 градуста дайын болғанша пісіріп аламыз. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан колбасамыздың температурасын өлшейміз. Колбасаның температурасы 70 градустан асуы қажет. Ал мінекей колбасамыз дайын. Мінекей қараңыздар қандай анық қызыл түсті болып шықты. Дәмі де өте керемет. Сіздер де жасап көріңіздер.